Сәлем достар, кеш жарық. Бүгін дала әдемі әппақ қар болып жатыр. Біз үйде көктемнің сәнін келтіріп гүл отырғызбақшымыз. Мынау гүлдің аты нематантус. Золотая рыбка дейді народта, научный названиесі нематантус. Біз бұл гүлімізді бүгін бөлеміз. Бұл гүлді атқан кезде балық сияқты болады, тура балыққа ұқсайды. Бұның аты золотая рыбка деп қойған қауық. Топырағымыз питательный торф, субстрат, уголь, перлит, вермикулит, кокосовая стручка и циолит. Гүлге өте пайдасы тиімді заттар. Субстрат это өздеріңіз білесіздер, нейтральный субстрат. Уголь бұл шірітпейді. Перлит влага удерживать етеді. Вермикулит бұл вулканический происхождение бұл да, циолит сияқты. Өзі әйнекке ұқсайды, жылтыр. Жаңағы гүлге не береді? Разрыхление береді. Қазақшасын ұмытып тұрмыз енді. Кокосовый субстрат, оны өздеріңіз білесіздер. Бұл кокос қай гүлге салсаңыз да, бұл гүлдеріңізді өте әдемі, жап-жасыл ғып өсіреді. Циолит бұл да вулканического происхождения. Бұл бірақ влаганы жұтады өзі, керектісін беріп тұрады. Енді араластырамыз. Араластырып гүлімізді отырғызамыз. Нематантусымызды бөлдік. Біреу, екеу, үшеу, төртке бөлдік. Тамыры өте сіресіп қалған екен. Горшоктың түбі өте үлкен болғаннан кейін кесілі. Осылай саламыз. Топырақ жерге түсіп кетпес үшін. Рахмет, туалым әкелдің ғой? Болды, рахмет. Бара оны жұмыс істеп жатырмын. Керамзит. Керамзитімізді саламыз. Керамзит. Енді әдемі топырағымыздан саламыз. Сен қаш, бетіңе тиетін о. Güzel. Осмокот салам. 1 литр горшокқа 2 граммнан саламыз. Екі литр горшокқа 4 граммнан саламыз. Менікі 1 литр горшок. Мен әр гүлді отырғызғанда олай корневимен опрыскивать етем. Кішкене припудрить етем. Өйткені корневин қанша дегенмен күш береді. Бір веткам сынып қалды, тамыры бар, бірақ отырғызамыз олай. Әдемі деп жинап тұрып, топырақ әдемі отырғызамыз. Осылай бәрін отырғызып шығамыз. Бұл өзі негізі ампельный гүл. Ампельный гүлдер осылай жан-жағына шашырап өседі. Осылай отырғызамыз бәрін.